дейді Аллаға. Сондықтан ғалымдар айтады, ақылақ ғалымдары, күнәнің басы шайтанмен азғырудан басталмайды, күнәнің басы мына жақтан басталады. Түсінікті ғой? Нәпсіні тәрбиелемегендіктен адамға, шайтанға деген есіктері көп болады да, оның слабый жерлері көп та, лағнет атқа кіріп шығып жүре береді азғырып. Ал егер нәпсіні әбден сындырып тәрбиелеп тастаған болса, лағнет атқыр кіретін есікті өл, тесікті таппай қалады екен. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мында келеді, лағнет атқырға бір ғалым 1000 ғалым емес адамнан да ауыр келеді дейді. Лағнет атқырға мыңдаған адамды, ілімсіз адамдарды азғырып кету, адастырып кету жеңіл екен, бір ғалымды адастырғаннан гөрі. Сондықтан ілім жолына кеп атқан кезінде лағнет атқырлар бар күшін салады екен, ғалым болып кетпесін деп адамды. Ғалым болып кетсе,